Ел дегенде тау мен тасты талғамайтын қазанат, халқының қамын жеген азамат, сөз өнерінің діні, биік бәйтерегі, қазақ әдебиетінің қара нары, шындықтың қызыл жебесі. Дәл осы теңелердің барлығын бір бойына сыйдырған тау тұлға жерлесіміз Шерхан Мұртаза. Бұл жобамыздың зерттеу объектісі Шерхан Мұртазаның тұмарындай болып кеткен туындыларының бірі Қызыл жебе романы. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты тауып, жүгірген аңның тұяғы тозатын, ұлан ғайыр жерді ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келешек ұрпақты бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанып қарап отырған жауларға ата мекеннің бір қадамын да бастырмай, келесі ұрпаққа аманат етіп қалдырды. Осындай патриотизмнің үлгісі ретінде оқу мектептерінде жердің тарихын зерттеу бір көрініс болып табылады. Осындай ұстанымменен біз тарихи тұлғаның жолын зерттеуде топонимдерді анализдедік. Ұлы даланың қазынасы дегенде, осы далаға кіндік қаны тамған азаматтар мен кең даланы айтпау қылмыс шығар. Ғасырдан да көп тарихы бар еліміздің тәуелсіздігіне биыл 30 жыл. Сондықтан да Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесіндегі тәуелсіздікті аңсап өткен тау тұлға Тұрар Рысқұловтың өмірі мен тарихи жолын зерттеуді мақсат етіп алдық. 1897 жылы дүние есігін ашқан тұлғамыз өзінің әкесіне ұқсаған батылдығымен көзге түскен. Ол халқына қызмет етіп, елінің егемендігін аңсаған азамат. Тіпті сәті түскен кездері Түрік Республикасын құру жөнінде идеяны ортаға ұсынған болады. Қызыл жебе романының 4-ші бөлімінде сипатталғандай, Тұрар Рысқұлов Сталинге 2 рет хат жазды. Өз хатында ол елінің ашаршылықтан жан тапсырып жатқанын және де қазірде қиын кездерді бастан кешіріп жатқанын айта кетіп, көмек сұраумен болды. 50 жылдық тарихты қамтитын Қызыл жебе шығармасы бойынша жазылған зерттеу жұмысының мақсаты Тұрар Рысқұловтың жүріп өткен тарихи жолын сипаттауда топонимдердің қолданылу ерекшеліктерін анықтау. Зерттеу нәтижесінде Қызыл жебенің 5 бөлімі бойынша 600-ге жуық топонимдер анықталды. Жіктеу әдісі арқылы шығарма мазмұнында кездесетін топонимдер географиялық орналасу ерекшеліктеріне қарай жіктелді. Оларды негізгі 9 түр салыстырмалы диаграммаға жинақталды. Шығарманың 5 кітабы бойынша 247 айконим, 161 хороним, 65 ароним, 39 гидроним, 9 некроним, 4 дроним кездесетіні анықталды. Сонымен қатар, басты кейіпкер Тұрар Рысқұловтың жүріп өткен тарихи жолы топонимдер арқылы Google Map бағдарламасында онлайн картаға түсірілді. Бесағаш ауылы басты кейіпкеріміздің туылған жері. Меркі ауылы бала Тұрардың Қырғызбаев жалған фамилиямен паналаған жері. Ол осы жақта орыс бастауыш мектебін оқып тамамдады. Бірақ есейіп кеткен шақта да қайта айналып келіп тұрған жері болып табылады. Мысалға, 1917 жылдағы ақпан төңкерілісінен кейін осы жақта қазақ жастарының революциялық одағы құрады. Есейген Тұрар әкесінің түрмеден қашып, Талас өзенінің қасындағы ауылды паналағанын біліп, әке мәйтіне келеді. Рысқұлдың қашып келсе де, осы жақта орыстардың қысымын көріп, соңында жан тапсырғаны жайлы әңгіме естиді. Сосын осы жақта басқа да беделді адамдармен қосылып, әкесі жатқан жерді жөндеп, өз көңілін тыныштандырады. Тұрардың әкесі Рысқұл осы Ойық ауылында жерленген еді. 1917 жылғы ақпан көтерілісі деген атпен елге танылған көтерілісте өзінің еліне деген жанашырлығын және ерлігін көрсетудің арқасында 1918 жылы Әулие-Ата уезінің атқару комитетінің төрағасының орынбасары орнына сайланады. Ол осы сәттен әбден қажыған, шаршаған, аштанған елге көмек қолын созып, тамақтандыру мақсатында көптеген іс-шараларға жетекші болды. Зерттеу жұмысы барысында жинақталған материалдар оқушыларда патриоттық сезім мен туған елге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында жүргізілетін туған елге тағзым атты өлкетану экспедициясын ұйымдастыруға ұсынылды.